Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге рогалький дайындаймыз. Динараң асханасына қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Маргарин, ұн, қант, сметана және ас содасы 6-9% сіріңкесі. Миксеріміздің ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған маргаринімізді құятын боламыз. Қант, оның үстіне 20% сметана және де ас содамыздың үстіне сіріңкемізді құйып, осылай көпіртіп араластырып, сметанамыздың үстіне құятын боламыз. Осылай құйып болғанымыздан кейін миксерімізді араластырып аламыз. Қатты көпіртіп араластыру қажет емес. Миксеріміздің насадкасын ауыстырып алып, ұнымызды қосып араластырамыз. Дайын болған қамырымызды мешокқа немесе осындай пищевой пакетке орап, салқындатқышқа 15 минут демалуға жібереміз. Тынған қамырымызды осылай 6-8 бөлекке дөңгелектеп алатын боламыз. Дөңгелектеп болғанымыздан кейін ұнның көмегіменен оқтаумен осындай шеңбер тәрізді қылып жасап, 22-24 диаметрлік шеңберімізбенен осылай кесіп алатын боламыз. Сосын пышақ көмегіменен видеода көрсетілгендей теңдей әдемдеп осылай кесіп аламыз. Ішінде салмасын өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Мен үйдегі бар нәрселермен дайындадым. Яғни үйде вареньеменен қосып жасадым. Вареньеменен жасасаңыз да болады, немесе үйде қалған шоколад қоссаңыз болады. Міндетті түрде еріп кетпеу керек, бірақ қатты төмен сұрыпты емес, жоғары сұрыпты шоколадты қоссаңыз болады. Немесе варенье сгущен қолдансаңыз болады. Осы барыста духовкаңызды қыздырып қоясыңыз. Менде осы қамырдан, тестадан осындай 2 лист рогалький шықты. Жұмыртқаны жағып 180 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Үстіне қант ұнтағын сеуіп немесе аунатып алсаңыз болады, жылы температурасында. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің YouTube арнамда басқа да өте көп мастер-класстардың рецептері бар, қарасаңыз болады. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Амандық тілеймін. Баршаларыңызға рахмет.